Құрметті оқырмандар, құрметті менің тұрақты көрермендерім, бүгін мен сіздерге өзімнің жұмысым бойынша бөліскім келіп отыр. Яғни инфекционист немен айналысады, қандай ауруларды емдейді, не жасайды, жалпы инфекционист болу үшін медицинада қай тарапты таңдау керек? Осы сұрақтарға жауап беріп өтейік. Бәлкім сіз медицинаға түскіңіз келеді, немесе сіздің балаңыз, танысыңыз қандай мамандық таңдау керек екенін білмей жүрсе, менің видеом сізге пайдалы болады деген ойдамын. Жалпы инфекционисттің қандай пайдалы тұстары бар, сұраныс қандай, қазіргі уақытта жалпы әрбір адам оқу бітіргеннен кейін жұмыс орнын уайымдайды. Инфекционистке жұмыс бар ма? Инфекционисттер қай жерде жұмыс жасай алады? Деген сұрақтың барлығын қамтитын боламыз. Сіз қолдау көрсетіп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментарийге ойыңызды жаза кетіңіз. Қазіргі уақытта, именно 23-ші жыл ғой, бітіп жатыр. 23-ші жылда бізде инфекционисттер сұранысқа ие. Неге? Себебі, мен сіздерге қарапайым түсіндірейін, 2020 жылғы коронавирусты инфекцияға дейін инфекционисттер мұншалықты спроста емес еді. Былайша айтқанда, адамдар инфекционист деген мамандықты көп естімейтін, көп ол кісілерге жүгінбейтін. Қалай коронавирус басталды, бізде инфекционисттер сұранысқа ие болып кетті. Яғни сұранысқа қазіргі уақытта жоғарғы деңгейде тұр. Осы тұста бір нәрсе айтқым келеді, көп жерде талқыланбайтын нәрселер. Жалпы инфекционист немен айналысады? Инфекционист деген маман қай ауруларды қарайды? Бұған дейін жалпы бізде педиатрия бар кезде, қазір педиатрический факультетті жапты, кейіннен қайтадан ашып жатыр. Именно педиатр деген мамандықты нелерден, поликлиникалардан алып тастады ғой, қазір барлығы врач общей практики болып кетті. Педиатр бар кезде қарапайым ларингитіңде, фарингитіңде, именно мынау стенозбен жүретін, жалпы тыныс жолында аурулардың барлығын, және де менингитті де барлығын бізде педиатрлар қарай беретін. Сол кісілерге жүгінетін. Баласында температура болады, құсады, іш өтеді, педиатрға баратын. Ал қазіргі уақытта ата-аналардың көзі ашылып жатыр. Именно кишечный инфекция кезде, именно энтеровирусный инфекция, респираторный вирусный инфекциялар кезде біз инфекционист маманын іздейтін болған. Қарапайым статистикаға жүгінсек те, бұрын педиатр деп іздейтін көпшілік қазір врач-инфекционист деген сұранысты сұрайды. Енді инфекционист жалпы қандай мамандық немен айналысады? Инфекцияның негізі тараптарын бөліп айтатын болсақ, респираторлы вирусный инфекциялар, ауа тамшылы жол арқылы жұғатын инфекциялар, зоонозды инфекциялар, оның ішінде бізде бруцеллез кіреді, сибирский язва кіреді, получается, былайша айтқанда жануарлардан жұғатын листериоз, yersinioз деген сияқты инфекциялар кіреді, аурулар. Одан бөлек бізде бактериальный инфекциялар, оның ішінде бактериальный кишечный инфекциялар бар. И дополнительно бізде нейроинфекциялар, яғни орталық жүйке жүйесіне әсер ететін. Қазіргі уақытта кеңінен талқыланып жатқан цитомегаловирус, Эпштейна бара, бұрын соңды естімеген аурулар шығып кетті. Дәл осының барлығымен инфекционист маман айналысады. Енді инфекционист болу үшін қандай тараптардан өту керек? Бірінші кезекте Қазақстан Республикасында бізде медицина саласын мысалы бітіру үшін бірінші біз 5 жыл бакалавр оқимыз. Яғни бакалаврда жалпы дәрігер деген бакалавр степені беріледі. Бакалаврдан кейін 2 жыл интернатура бар. Интернатураны инфекционист болу үшін сіз жалпы тәжірибелі дәрігерге немесе педиатрия саласына кетіп таңдай аласыз. Ал енді ары қарай резидентура инфекцияның бізде 2 жылды құрайды. Сонда 5 плюс 2 плюс 2 жалпы инфекционист болып шығу үшін сізге 9 жыл уақыт керек. Бірақ 9 жылмен еш нәрсе шектеліп қалмайды. Ары қарай өзіңізді дамытпасаңыз, ары қарай біліміңізді арттырмасаңыз, инфекция саласына еніп кету өте қиын. ОРВИ-ларды емдей бересің, кишечный инфекцияларды емдей бересің. Бірақ түбегейлі ары қарай нейроинфекцияларды, зоонозный инфекцияларды емдеу үшін сіздің біліміңізді ары қарай да арттыру керек. Получается, түрлі сағаттарды оқисыз, семинарларға қатысасыз деген сияқты. Білімді арттырып отырмасаңыз болмайды. Сұранысы бойынша қазіргі уақытта инфекционист мамандар қайда жұмыс жасай алады? Бірінші кезекте именно мынау нелерде кабинет инфекционных заболеваний, КИЗ кабинеттер дейміз, ол поликлиника деңгейінде инфекционист болып жасай алады. Инфекционный стационарларда жасай алады. Инфекционный стационарлардан бөлек пандемия кезінде білдік бәріміз провизорный стационарлар сол жерде жасай алады. Және бізде именно
многопрофильный нелерде, стационарларда, инфекционный отделенияларда жұмыс жасай алады. Енді қазіргі уақытта инфекционистке сұраныс өте көп. Сіз инфекция мамандығын таңдау арқылы өзіңізді жұмыспен уже қамтамасыз етіп қойдым деп ойлай берсеңіз болады. Ал енді ары қарай сіз инфекциялық аурулар бізде жиі кездеседі. Мен айттым ғой, педиатрлар қабылдап жүрген ОРВИ инфекционистікі, педиатрлар қабылдап жүрген ларингит инфекционисттің специальності, гепатит Б, С, гепатит А, гепатит Д барлығы инфекционисттің нозологиясы, зоонозный инфекциялар, бруцеллездар, постинфекционный артриттер барлығы инфекционисттің нозологиясына жатады. Яғни инфекционист айналысатын сала. Енді жалпы инфекционист деген мамандық неге қазір оптимальный болып кетті? Мына коронавирустан кейін адамның бәрінің иммунитеті түсіп кетті, қазір жиі аурушаңдық пайда болды, оның үстіне экологияға байланысты, жалпы ата-аналардың, ересектердің денсаулығына байланысты бізде нейроинфекциялар көбейді. Эпштейн бар, цитомегаловирус, простой герпес, токсоплазмоз, хламидия деген сияқты түрлі инфекциялар, вирустар балалардың ағзасынан табылып жатыр. Ол өз кезегінде неврология создавать етіп, балаға мүгедектікке дейін алып келіп, жағдайын ауыр дәрежеге шейін түсіріп жатыр. Онымен айналысатын жақсы инфекционисттер қазір жоқтың қасы. Сол себепті егер сіз медицина саласын таңдасаңыз, инфекционист болам ба деген ойыңыз болса, мына видеодан кейін толыққанды инфекционист мамандығына қарай бет алуыңызға болады. Ешқашан қателеспейсіз. Енді мен өзім инфекционист болғаныма еш өкінбеймін. Ешқандай ол бір ішімде бір әттең андай болу керек немесе мына маман болу керек деген сияқты өкініш мүлдем жоқ. Шүкір, қазір облыстық балалар ауруханасында инфекционист дәрігермін, бөлек жеке прием жүргіземін, өзімнің жеке медицина орталығым бар. Былайша айтқанда қазақ балаларына, қазақстандық балаларға өз тарапымнан қолымнан келгенше көмегімді көрсетіп жүрмін. Егер сіз де солай болғыңыз келсе, немесе медицина саласында дұрыс бағытты таңдағыңыз келсе, жұмыспен қамтылған, жұмысы дайын маман болғыңыз келсе, инфекционист мамандығын таңдауды сізге де ұсынамын. Ал сіз медицина саласында оқысаңыз, қай мамандықты таңдап жатсыз, немесе балаңызға қай мамандықты ұсынып жатсыз, комментарийге жазып беріңіз. Лайк басамыз, каналға тіркеліңіз.